Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Түркістан облысы Келес ауданының нөмірі 4-ші жүзі Паласаған атындағы жалпы орта мектебінің физика пән мұғалімі Бөкенбаев Мейірбек. Оқушылар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы ампер тәжірибелері. Біздің тақырыпқа сәйкес оқу мақсатымыз магнит индукция векторының физикалық мағынасын заманауи техникалық жетістіктері мен есептер шығару арқылы түсіндіру. Оқушылар, магнит өріс дегеніміз не? Сендер магнит өріс туралы қандай пікірдесіңдер? Магнит өріс туралы не білесіңдер? Оқушылар, сендер магнит өрісін қай жерде көріп, қолданып жүрсіңдер? Магниттер сендер күнделікті өмірде қолданып жүретін құрылғыларда кеңінен қолданылады. Сендер магниттермен бала кездерінен таныстыңдар. Магниттерге көзіміз үйреніп кеткен сондай, тіпті айналамызда қанша магнит бар екенін білмейсіңдер ғой. Ойланып қарайтын болсақ, біздің үйімізде ондаған магниттер бар. Олар электр салқындатқыштарда, магнитофондарда, сағаттарда, шеге салынған қораптарда бар. Ал енді осы магнит өріс туралы біз мынандай видеоны қарастырайық. Егер қозғалыста түсірілген магнит тілшесі айналысын әр тоқтатқан кезде түрлі жерде тоқтап отырса, онда өзге әсер етуші магнит өрісі жоқ деп жорамалдауға болады. Магнит тілшесіне әсер ететін жердің магниттік әсерін алдын алатын болсақ қана, жер бетінде мұндай жағдай орын алады. Егер қозғалысқа түскен магнит тілше әрдайым айналған кезде бірдей жерде тоқталса, онда ол магнит өрісінде орналасқан дегенді білдіреді. Бұл өрістің негізгі көзі басқа магнит өрісінің әсерінен деп түсіну керек. Магнит өрісін көрсету үшін күш сызықтары деп аталатын сызықтарды пайдаланамыз. Өрістің әрбір нүктесінде күш сызықтары осы нүктеде орналасқан магнит тілімен жанасады. Сызықтың нұсқағыштары солтүстік полюсті көрсетеді. Күш сызықтарының концентрациясы жоғары болса, өріс күшті болады. Өрістің қасиетін сипаттау үшін магнит индукциясы деп аталатын шама қолданылады. Ол векторлық шама және электрон тәртібімен белгіленеді. Магнит өрісінің өлшем бірлігі Тесла. Мектепте қолданылатын магниттің индукциясы шамамен 1 миллитесла мөлшерінде болады. Ал балалар, сендер магнит өріс туралы видео көрдіңдер. Енді осы видеоға қарай біз магнит өрісі дегеніміз не екендігін біз білдік қой. Магнит өрісінің күш сызықтары туралы білдік. Магнит өрісінің күш сызықтарын сипаттайтын физикалық шама, магнит индукция вектор екенін білдік. Енді магнит өрісінің өзара әсерлесуі, олардың магнит тілшелеріне немесе темір ұнтақтарына әсері ол материяның бір түрі екен. Яғни магнит өрісі арқылы жүзеге асатын не екен. Енді магнит өрісі дегеніміз электр тогы бар өткізгіштердің өзара әсерлесуін жүзеге асыратын материяның түрін айтамыз. Демек, өткізгіштің айналасында да, яғни электр тогы өтіп жатқан өткізгіштің айналасында да магнит өрісі бар екенін біз түсіндіруге болады. Міне сол ең алғашқы магнит өрісінің токқа әсері, яғни токтың айналасында бар екендігін түсіндірген ғалым 1820 жылы дат ғалымы Ганс Кристиан Эрстед тәжірибе жүзінде анықтап, тогы бар өткізгіштің айналасында магнит өрісін анықтады. Ол меридиан бойымен орналасқан өткізгіш үстіне жіңішке жіппен магнит тілшені іліп қойды. Яғни кілтті тұйықтаған кезде магнит тілше өзгеше тік бұрыш жасай орналасады екен. Демек, ток өткен кезде магниттік тілше 90 градусқа, яғни перпендикуляр бағытта өткізгішке қарай бұрылып кетеді екен. Демек, Эрстед тәжірибені газ разрядты және электролиттері бар түсініктермен қайталап жүргізіп, мынандай қорытындыға келеді. Кез келген ортада
қозғалатын зарядтардың айналасында магнит өрісі пайда болады екен. Біз электр тоғының әсерлерін білетін қоя, олар жылулық, химиялық және үшінші магниттік екенін біліп отырмыз. Міне осы үш магниттердің үш әсердің ішінде тек қана магнит әсері ғана кез келген жағдайда және кез келген ортада байқалады екен. Оқушылар, осы Эрстедтің тәжірибесінен кейін бұны ары қарай дамытып, өзінің тәжірибесімен көптеген тәжірибелер жасап көрсеткен ғалым, ол француз физигі Андре Мари Ампер деген ғалым, ұлы физик және математигі француз. Ол бірнеше тәжірибелер жасап, тогы бар өткізгіштің өзара әсерлесуін қарастырды. Соның ішінде біз мынандай тәжірибені қарастырайық. Енді тогы бар өткізгіштің айналасында магнит өрісі барын қарастырайық. Енді біз мынандай екі өткізгішті алайық. Егер осы өткізгіштерді токтар бір бағытта жүретін болса, онда өткізгіштердің айналасында магнит өрістерінің пайда болады да, яғни күш жіктері бірге отырып, ол өткізгіштер бір-бірін тартатындығын біліп отырмыз. Ал енді токтарды әртүрлі бағытта жіберетін болсақ, онда магнит өрісінің өткізгіштер, яғни электр тогы жүріп жатқан өткізгіштер тебілетіндігін байқай отырмыз. Міне Андре Ампер осы тәжірибені жасап, өзінің негізгі құрылысын тапты. Ал енді мынандай жолақты магнит пен тогы бар өткізгіштің өзара әрекеттесуін сипаттайық. Егер мына өткізгіш бойынан ток өткен кезде, онда магнит тілшенің несіне қарай қоятын болсақ, онда олар бір-біріне перпендикуляр бағытта, яғни магнит өрісінің жолақты магнит өрісіне перпендикуляр орналасып қалатындығын көруге де болады. Ал енді мынандай раманы алып қарайықшы, яғни тогы бар рама жазықтығына түсірілетін болсақ, онда жердің магнит өрісінің нәтижесінен олардың екеуінің, яғни магниттік тілшенің бағыты раманың тілшенің бағытымен перпендикуляр бағытта келетіндігін қарауымызға болады. Ал енді балалар, біз Ампер жасаған тәжірибелерден мынандай қорытындыға келуге болады екен. Егер екі параллель өткізгіштер токтары бағыттас болса, онда олар бір-біріне тартылады екен. Ал токтардың бағыттары қарама-қарсы болса, онда өткізгіштер бір-бірімен тебіледі екен. Енді жіңішке жіпке ілінген тогы бар өткізгіш жолақта магнит өрісіне перпендикуляр орналасады екен. Үшінші, жердің магнит өрісі тогы бар рамаға және магнит тілшеге бағыттауша әсер етеді. Магнит тілшесі орам жазықтығына перпендикуляр орналасады екен. Ал енді оқушылар, сендер осы Ампер Эрстед жасаған тәжірибелердің қай жерде қолданып жүргендігіне мысал келтіріп көріңдерші. Біз қай жерлерді қолданып жатырмыз? Иә балалар, енді біз Эрстед Ампер жасаған тәжірибеге сүйеніп, біз көптеген жерде магниттердің қолдану салаларын атап өтетін болсақ, яғни магнит өрістерінің. Ол автомобильдердің электр генераторларында, радиомикрофондарда, дыбыс зорайтқыштарда, трансформаторларда, тіпті тіс дәрігерлері тіс протездері жақсы жабысып тұру үшін магнитке орналасқан импланттар қолданылады екен. Олар бір-бірін тартылып, яғни қозғалмай тұру үшін. Міне, біз техникада көптеген жерлерде осы токқа әсері бар екендігін, магнит өрісінің токтардың әсері бар екендігін көріп отырмыз. Ал енді оқушылар, сау болыңдар, назарларыңа рахмет.